Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай панкейкидің жасалу жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, осы панкейкиді жасап жеңіздер. Нәзік, өте әдемі панкейки шықты. Айраннан жасадым, және де қанша мөлшерде керек, қандай заттар керек, видеоның астына описание қалдыратын болам. Және де бізге осындай 300-400 мг айран, тұз, разрыхитель, қант, май, ұн, осындай керекті құрал жабдықтар, 2 жұмыртқа керек. Ал енді жасаймыз. Міне достар, ең бірінші осылай 2 жұмыртқаны тостағымызға жарып алып, әдемілеп венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Егер венчик жоқ болатын болса, вилкамен де шаншықмен де араластыра берсеңіздер болады. Міне осылай жақсылап біркелкі етіп сары болғанша араластырып аламыз. Және де енді кішкентай шай қасықтың жартысымен осылай тұз саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді осындай керекті мөлшерде қантымызды салатын боламыз. Қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек, видеоның астына описаниеге де жазып қоятын болам достар. Осылай жақсылап тұзымыз бен қантымыз ерігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Міне енді айранымызды құятын боламыз. Жақсылап біркелкі етіп, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап әдемілеп біркелкі масса болғанша дейін енді жақсылап араластырып алатын боламыз. Қандай заттар керек, қанша мөлшерде керек, видеоның астына қалдыратын болам достар. Ал енді үлкен қасыққа осылай өлшеп сұйық майымызды құятын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Осылай 3 қасық құйдым үлкен қасықпен, ас ішетін қасықпен. Және де енді біркелкі масса болғанша дейін тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. Електің көмегімен осылай електен өткізіп, әдемілеп ұнымызды салатын боламыз. Және де міне ұнға разрыхительді араластырамыз. Міндетті түрде разрыхительді ұнға араластырыңыздар. Сол кезде жақсы болып піседі. Міне осылай електен өткізіп, осылай жақсылап қою масса болу керек. Қою болғанша дейін осылай не істейміз. Қанша мөлшерде керек, қандай заттар керек, астында жазылып тұрады достар. Оның мөлшерін астына жазып қоятын боламын. Міне осындай қою әдемі дайын болды. Енді қызып тұрған осылай арнайы блинчик пісіретін табаға пісірдім мен. Асты жабыспайды. Осылай асты жабыспайтын табамызға осылай майымызды жағып, осылай пісіретін боламыз. Міне бірінші кезекте мен осылай көп қып құйып пісірдім. Міне қызарды, тесік-тесік болып уже қызарып бастағанда екінші бетін аударамыз. Міне осындай болып шықты. Ал енді екінші кезекте мен панкейкиді міне видеода көріп тұрғандарыңыздай жұқа қылып құйдым, жұқа етіп. Міне тесік-тесік болды. Сол кезде міне екінші бетін аудардым. Жай отта осылай әдемілеп пісіретін боласыздар. Қатты отта емес, сәл орташа жай отта осылай әдемілеп пісіріп алатын боламыз панкейкіміздің бәрін. Шайға осындай әдемі тәттіміз дайын. Баршаңызға ас болсын достар. Міне енді 2 қайтара көрсеттім достар. Ал баршаңызға ас болсын достар. Жасап жеңіздер. Панкейки ұнаса, видео рецепті ұнаса, поделиться батырмасын басып, жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Видео ұнаса лайк басып қойыңыздар достар. Комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады.